Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Оның саулығын сіздің сыртқы келбетіңіз айқындайды. Бүйректің ауруын басталған-ақ байқай алмайсыз. Ол уақыт оздырып асқына түседі. Бүйректі ауырған кезде емес, ауырмай тұрып емдеген абзал. Ол үшін дәрігерге барып, дәріханадан дәрі сатып алудың қажеті жоқ. Үйде өзіңізше ем жасап, бүйректің жұмысын жеңілдетуге болады. Достар, каналды 90% адам тіркелмей көреді екен. Тіркеліп, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Алдын ала барлықтарыңызға рахмет. Бүйректі емдеуге болады деген бірнеше тәсілді айтып өтемін. Соның ішінде өздеріңізге керек дегенін таңдап алыңыздар. Біріншісі бұл сулумен емдеу. Бүйректі үй жағдайында сулы дәнімен тазарту үшін 1 шай қасық тазартылмаған сулы дәнін 1 стакан қайнаған суға құю керек. Дайын болған тұнбаны термосқа құйып 12 сағат тұндырады. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасық бал немесе қант қосып таңғы ас ретінде ішеді. Бұл бүйректі тазалауға көмектесетін ең қарапайым әдіс. Екінші бұл саңырауқұлақ. Бүйректе ет өсіндісімен анықталатын ауру да бар. Оны емдеу дәрігердің кеңесімен жүргізіледі. Бірақ ауырсынуды басу үшін ақ саңырауқұлақтан тұнба жасауға болады. Ол үшін саңырауқұлақ қалпақшасын ұсақтап турап 1 литрлік банкеге салып арақ құяды. Қараңғы жерде 2 апта тұндырады. Содан кейін сүзіп, 1 шай қасық тұнбаны 50 мл суға араластырып, күніне 2 рет тамақтан 30 минут бұрын ішеді. Үшінші бұл көктерек. Көктеректің қабығы да бүйректегі ет өсіндісіне ем. Көктерек қабығының ұнтағын міндетті түрде күніне 3 рет 1 шай қасықтан тамақтың алдында көп мөлшердегі сумен ішеді. Емдік курс 2 апта. Содан кейін 7 күн үзіліс жасап, емді қайталайды. Көктерек қабығының ұнтағын дәріханалардан сұрап көріңіз. Төртінші анар жемісі. Анар шырыны да бүйрекке ем. Күнде 200-250 мл анар шырынын таңертең және кешке тамақтан кейін ішетін болсаңыз, бүйрек дерттері сізден алыс жүретін болады. Бесінші бұл түйе жапырақ. Тіпті халықтық жолмен бүйрек жетімсіздігіне де дауа тапса болады. Оны түйе жапырақ тұнбасымен емдеуге кеңес береміз. Дайындау үшін 1 ас қасық ұсақталған түйе жапыраққа 1 стакан қайнаған су құйып, түнімен тұндырады. Таңертең сүзіп, күні бойы аз-аздан ішеді. Бұл тұнбаны 1 ай қабылдайды. Ал 6-шы бұл шөптер жиынтығы, оған қырмызгүл, яғни календула, жалбыз, жаужапырақ, яғни мелиса жиынтығының көмегімен бүйректі тұз мен құмнан тазалағыңыз келсе, аталған емдік шөптерді бірдей мөлшерде алу керек. Содан кейін шөптерді ұнтақтап араластырыңыз. Араласпадан 4 қасық алып, жарты литр қайнаған суға салып отқа қойыңыз. Қайнауға дейін жеткізіп, кейін термосқа құйып түнімен тұндырасыз, яғни толық қайнатпайсыз. Күніне 1 рет 100 граммнан 3 ай бойы кез келген уақытта астан жарты сағат бұрын ішу керек. Достар, бұл ежелден келе жатқан халық емі. Сонда да халық емін қолданбастан бұрын бүйрегіңізді тексертіп, дәрігердің кеңесінен өткеніңіз абзал. Бүйрегіңіз қаншалықты асқынғанын тексеру арқылы ғана біле аласыз. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Жүз жаса каналы. Ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Сау болыңыздар.